Түркістан облысында Манат партиясының ұйымдастыруымен ұстазға AI жасанды интеллект мұғалімнің көмекшісі ретінде жобасын таныстыруға арналған жиын өтті. Іс-шараға аудан мен қала білім бөлімдерінің басшылары, мектеп директорлары, жауапты мамандардың қатысуымен Конгресс-холл көпсалалы кешенінде ұйымдастырылды. Жиын барысында педагогтарға арналған жасанды интеллект платформасының мүмкіндіктері таныстырылды. Білімнің сапасының артуына, балалардың біліміне еңбек салып жүрген тұлғаларсыздар, баршаңызға осы еңбектеріңіз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Педагогтар қауымы енді әрқашан ел сыйлайтын, елдің алдыңғы қатарлы, елдің болашағын, елдің бүгінін жасап жүрген өздеріңіздесіздер. Шынайы осы салада істеп жүрген барлық әріптестерге ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін осы жасанды интеллект тақырыбына өздеріңіздің алдарыңызға орталық аппараттан келіп қатысып отырмын. Партиямыздың хатшысы ретінде әлеуметтік мәселелер бағытында, оның ішінде осы білім, денсаулық, әлеуметтік қорғау мәселелеріне қатысты жұмыстарды үйлестіремін. Манат партиясы еліміздегі ең үлкен партия ретінде, жетекші партия ретінде, ең үлкен саяси күш. Ел президентінің және мемлекетіміздің нақты мемлекеттік саясатын қолдаушы бірден-бір ең үлкен партия. Сондықтан біздің партиямыздың алдындағы мақсаттар ел мүддесіне, мемлекеттік мүддеге бағытталған шаралар екендігін тағы бір естеріңізге саламын. Партиямыздың сайлауалды бағдарламасының бекітілген жол картасында басым бағыттардың барлығы бойынша мақсат-міндеттер көрсетілген. Соның бір басым бөлігі әрине де бұл білімге қатысты. Білімнің сапасы, оқушылардың білімі және мұғалімнің мәртебесі мәселелері. Сондықтан партиямыз жылдар бойы осы білім саласына, мұғалім мәселесіне, білім сапасының мәселесіне басты назар аударатын бағыт екендігін атағым келеді. Өзімді қарап отырсам, үлкен мұғалімдік жолдар өттім, өздеріңізбен, баршаңызбен осы жұмысымыздың басынан бері білемін. Осы мұғалім болған кезімнен бастап алғашқы күннен осы партияның қатарындамын. Олай дейтін себебім, өздеріңіз де осындайсыздар, сіздер де елдің болашағын, елдің мүддесін ойлап жүретін адамсыздар. Өйткені жалпы мұғалім қауымы бұл еліміздің ең басым, интеллигентті, білімді бөлігі ретінде осы елдің мүддесін ойлап жүреді. Сондықтан біз сіздермен сайлауға да бірге қатысып жүрдік. Елдің қандай бір түйткіл мәселелері болса, соның басында мұғалімдер екенін де білеміз. Сондықтан елімізде педагог мәртебесі ерекше мәртебеге ие. Заңға қол қойылған бүгінгі педагог мәртебесінің заңы толығымен жұмыс істеп, мұғалімді жан-жақты қолдау, қорғау жұмыстары толық бекітілген. Міне бұның өзі бұл елдегі ерекше статусы бар, өздеріңізге бағытталған үлкен істердің басы екендігін жақсы білеміз. Биылғы жылғы жолдауында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жасанды интеллект бағытына өте үлкен көңіл бөлгенін білесіздер. Президентіміздің тапсырмасы бойынша елімізде жасанды интеллект және цифрлық даму жаңадан министрлігі құрылды. Өз жұмысын бастады. Осы жақында 1-2 күннің ішінде президентіміз жасанды интеллект туралы заңға қол қойды. Оны да өздеріңіз көрдіңіздер. Міне елімізде жасанды интеллект туралы заңның қабылдануының өзі бұл мәселенің еліміздегі барлық түйткілді, барлық мәселелерге, жан-жақты мәселелерге толығымен жасанды интеллекттің кіргендігін көрсетеді. Ендігі кезекте барлық орталық мемлекеттік органдар, бейіндік министрліктердің барлығы да өздерінің ережелеріне осы жасанды интеллекттің пайдаланудың ережелерін, оның мүмкіншіліктерін және қолдану әдіс-тәсілдері бойынша өздерінің бағыттарын толық анықтап бекітетін болады. Сондықтан өздеріңіз де осы білім саласында осы жұмыс топтарына кіріп, осы бағытта жұмыс істеп жатқан шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені осындай үлкен жұмыстар елімізде басталды. Сондықтан осы істеріңізге де сәттілік тілей отыра, біздің партиямыздың тарапынан қандай қолдау керек деген мәселелерге тоқтайтын болсақ, біз өзіміздің партиямыздағы бірнеше қатар жұмыстарға тоқтап өтейін. Ең бірінші кезекте партиямыздың жанынан республикалық және өңірлік кеңестер құрылған. Бұның қарайтын мәселесі білім және денсаулық мәселелеріне қатысты республикалық және өңірлік кеңестер. Мен өзім орталық деңгейде осы кеңестің жұмысын үйлестіремін. Бұл жерге де өздеріңіз өңірлік кеңестерге де қатысып жүрген боларсыздар, өздеріңіз оған мүше де шығарсыздар.
бұл республикалық кеңестерде біз үнемі білім саласында көтеріліп жатқан негізгі мәселелерді талқылау алаңы ретінде пайдаланып, сол жерде мемлекеттік органдармен бірге мәселелерді шешу жолдарын анықтайтын үлкен алаңға жұмыс істеп келе жатқан бірден бір үлкен жұмыстың бағыты екендігін айтқым келеді. Түркістанда білім саласына жасанды интеллектті енгізуге арналған ауқымды басқосу өтті. Жиында облыс әкімінің орынбасары Ертай Алтаев жаңа технологияларды оқу үдерісіне енгізу уақыт талабы екенін атап өтті. Оның айтуынша президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында көрсетілгендей жасанды интеллект білім сапасын арттырудың басты бағытына айналуда. Бүгінгі таңда өңірде информатика, робототехника кабинеттерін жабдықтау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жиынға қатысушылар осы бағыттағы ынтымақтастықты одан әрі күшейтуге ниетті. Білім саласын цифрландыру және жасанды интеллекттің білім сапасын арттырудағы рөлін талқылау үшін жиналып отырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында еліміздің даму бағытын айқындай отырып, цифрландыру мен жасанды интеллект салаларын басым бағыт ретінде атап өтті. Бұл жолдау еліміздің білім беру жүйесіне үлкен жауапкершілік пен жаңа міндеттерді жүктейді. Түркістан облысы президентінің бастамасын толық қолдай отырып, білім саласының цифрлық трансформацияны жеделдету, жасанды интеллект саласына бағытталған құзыреттерді ерте жастан қалыптастыру және педагогтердің цифрлық сауаттылығын арттыру бағытына нақты шараларды қабылдап жатыр. Бүгінгі таңда облысымызда информатика, робототехника және STEM бағытындағы кабинеттерді жабдықтау жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Екіншіден, цифрлық беру платформаларына көшу, оқу процесін автоматтандыру және оқушы жетістігін цифрлық форматта бақылау қолға алынған. Жасанды интеллект пен IT негіздерін меңгеруге бағытталған пилоттық жобалар жүруде. Мұғалімдер заманауи технологиялармен жұмыс істеуге даярлау курстары жүйелі түрде өткізіліп те келеді. Білім беру жүйесін жаңғырту адами капиталдың сапасын арттырудың шешуші тетігі. Сондықтан Түркістан облысы білім беру мекемелерінде балаларды болашақтың дағдыларына үйрету, цифрлық сауаттылық пен креативті ойлауды дамыту алдағы жылдардың негізгі басымдығына айналдырып отыр. Жасанды интеллект мұғалімнің көмекшісі тақырыбындағы бұл оқыту курсы бүгінгі заман талабына жауап беретін маңызды бастама. Бүгінгі жиынға Аманат партиясының хатшысы, өзіңіз естіп көріп отырсыздар, Карина Шолпан Танатқызы және дарын ұстаз педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру орталығының тәжірибелі лекторларының қатысу біз үшін үлкен құрмет, әрі осы жұмыстың маңызын айқындай түседі. Жасанды интеллект мұғалімнің орнын басатын құрал емес, керісінше шығармашылықты күшейтетін, жүктемені жеңілдететін, оқытудың сапасын арттыратын сенімді серіктес. Сондықтан білім беру үдерісін тиімді ұйымдастырудың жаңа әдістерін меңгеріп, заманауи технологияларды өз ісімізде дұрыс және жауапкершілікпен қолданудың жолдарын бірге қарастырамыз. Әрқайсысының тәжірибеңіз бұл құралдарды одан әрі жетілдіруге және білім сапасын жақсартуға ықпал етеді деп сенеміз. Кездесуде Аманат партиясының хатшысы Шолпан Каринова сөз алып, партияның педагогтерді қолдауға жаңа қадамдарын таныстырды. Оның айтуынша партия мүшелерінің 30%-дан астамы ұстаздар, сондықтан мұғалімдерге қолдау көрсету басым бағыттардың бірі болып саналады. Партия мұғалім такс кейс платформасы арқылы педагогтың қоғамдағы мәртебесін күшейтуге үлес қосуда. Сонымен қатар жасанды интеллектті білім беру процесіне енгізу үшін ұстазға AI жобасы іске қосылған. Бұл бастама мұғалімге сабақ жоспары, талдау және оқытуды саралау сияқты күнделікті жұмысты жеңілдетуге көмектеседі. Біріншіден, күні кеше ел президенті жасанды интеллект туралы заңға қол қойды. Елімізде жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылды. Осы бағытта президент жолдауын іске асыру аясында Аманат партиясы үлкен цифрлық қоғам жобасын іске қосты. Цифрлық қоғам жобасы бірнеше бағыттарды қамтиды. Соның ең бір ауқымды бағыты бұл педагогтарды қолдау бағыты. Аманат партиясының 30%-дан артық мүшелері осы педагогтар. Сондықтан Аманат партиясы педагогтар қауымын қолдауға байланысты бірнеше бағыттағы кешенді жұмыстар жүргізеді. Оның бір бағыты республикалық және өңірлік кеңестер. Бұл кеңестерде денсаулық және білім саласы бойынша түйткіл мәселелер талқыланып, шешуші алаң ретінде жұмыс істейді. Одан басқа партияның бақылау комитеті осы білім объектілерінің құрылысына қатысты, білім объектілерінің қызметіне қатысты мемлекеттік органдармен бірге, жергілікті атқарушы органдармен бірге жүйелі түрде жылдар бойы жұмыс жасап келе жатыр. 2 жыл
қатарымен Аманат партиясы мұғалім токс жобасын іске қосты. Мұғалім токс кейс платформасы мұғалімді тек қана кәсіби маман ретінде ғана емес, оны жоғары құндылық иесі ретінде көрсету бойынша бағытында жұмыс істеп келе жатыр. Осы мұғалім токс алаңынан бүгінгі күні партиямыздың қатарынан ұстаз ұлт айнасы наградасы да бекітілді. Және де Аманат партиясының депутаттары тарапынан бүгінгі күні мәжілісте педагог статусы заңына келесі педагогтың мәртебесін арттыруға қатысты заңға жаңа нормалар енгізу бойынша жұмыстар басталды. Осы бағытта Аманат партиясы өзінің ең көп мүшелеріне не бере алады деген сұраққа жауап беру үшін, және де бүгінгі жаһандану цифрландыру кезеңінде осы жаһандық құзыреттілік, жасанды интеллектті оқу процесіне пайдалану бойынша біз оқыту курсын қолдадық. Оны қолдаған себебіміз қазіргі күнгі осы үлкен үрдістің алдында тұрған білім мекемелеріне мұғалімдерге қолдау көрсету. Өйткені жасанды интеллектіні оқу процесіне кіргізу үшін мұғалімге өте көп білім қажет, өте көп оқыту қажет, ол үшін дайын курстар қажет. Нарықта курстар көп, оның барлығын таңдау мұғалімнің өз құзыретінде. Дегенмен де Аманат партиясы белгілі бір курсты қолдап, оның ішінде оқу процесінде пайдалану үшін, мысалы мұғалімнің оқу жоспарын жасау кезінде, күнделікті оқу жоспарлау кезінде, жаңа сабақты түсіндіру, оқушылардың білімін бағалау, оның ішінде формативті бағалау, суммативті бағалауды қандай жасанды интеллект көмегімен жасауға болады, қалай көмектесе алады. Сонымен қатар мына дифференциацияланған тапсырмаларды беру кезінде, оқушының біліміне қарай сараланған тапсырмаларды жасау кезінде де, қорытындылау кезінде де, анализ жүргізу кезінде мұғалімнің жұмысын жеңілдететін әдістерді ұсыну. Бұның өзі осындай үлкен күрделі шешімдердің алдында тұрған кезеңінде мұғалімді осы әдістемелік жағынан қолдау үшін біз курсты ұсынып отырмыз, қолдап отырмыз. Бұл курс толығымен мұғалімдер үшін тегін түрде курсты өтіп, тегін түрде берілген әдістемелік қолдау материалдарды мұғалім толығымен пайдалана алады. Біздің мақсат, бұл жерде ешқандай коммерциялық мүдде жоқ. Біздің мақсат тек қана мұғалімге осы жасанды интеллектті неғұрлым жылдам жұмыс тәжірибесіне енгізу. Өйткені бүгінгі күні балалар, оқушылар осы жасанды интеллектіні қолданып жүрген кезде мұғалімнің білімі әрине де баладан көбірек, баладан әлдеқайда есе жоғары болу керек. Сол үшін неғұрлым көптеген құралдарды мұғалімдерге ұсыну. Сондықтан осыны неғұрлым мұғалімдер тезірек үйреніп, әр мектептің ішінде осы жасанды интеллектіні пайдалану болсында тиісті ережелер қабылданып, академиялық адалдық мәселесі білімнің сапасын арттыруға тікелей жұмыс істейтін құрал ретінде жасалу үшін және осы үрдістерге көмектесу үшін біз осы курсты қолдадық. Ол тағы да тегін және мұғалімдер өз қалауынша өзінің қолы бос уақытында, қалаған уақытында өте алады. Біздің тарапымыздан, партиямыздың тарапынан осы қолдау жұмысы мұғалімдер үшін бір пайдалы болады деген үміттеміз. Аманат партиясы үшін мұғалімдердің сертификат алғаны маңызды емес. Біздің партиямыз үшін мұғалімдердің алған білімі маңызды. Сондықтан мұғалім неғұрлым көп білім алып, тек қана оны оқу процесіне қосатын болса, ол жұмысты да сапаландырады, білімді де сапаландыра түсетін құралға айналады. Жиында Дарын онлайн бас директоры Айбек Қуатбаев және Дарын ұстаз бөлім басшысы Ерлан Әбдіманов қатысып, жасанды интеллектті мұғалімнің көмекшісі ретінде қолдану мүмкіндіктерін таныстырды. Олар жаңа платформаның педагогтың жұмыс жүктемесін азайтып, білім сапасын арттыруға бағытталғанын атап өтті. Сонымен бірге халықаралық тәжірибе мен жаңа буын теч шешімдері де ұсынылды. Спикерлер цифрлық педагогиканың болашақ бағыты мұғалімнің негізгі жұмысын тиімді етуге бағытталғанын айтты. Мұғалімдердің қауымдастығын құру арқылы бір-бірімен тәжірибе бөлісу арқылы және ең мықты мұғалімдерімізді Оңтүстік Корея мемлекетіне апарып, тәжірибе алмастырып, ол жақта келген мұғалімдерге ары қарай сол тәжірибесімен бөлісуге, яғни бұны былай кезең-кезеңмен бір курс ретінде емес, үлкен ауқымды жоба ретінде іске асыру бірге бізге жүктеліп отыр. Біздің мақсатымыз бұл әлеуметтік волонтерлік жоба. Біз педагогтарға әрдайым қолдау білдіруге дайынбыз және Аманат партиясының осы цифрлық қоғам жобасында барынша волонтер болып өзіміздің үлесімізді қосуға дайынбыз. Енді бұл жобаның негізі жаңа айтып өттім, 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол платформада онлайн сабақтарды өтіп тапсырмаларды орындау. Қазірдің өзінде бізде қаншама қызықты тапсырмалар келіп отыр. Бүгін Шолпан таң атқасында көрсеткен болар. Біздің әріптестеріміз өте қызықты мұғалімдеріміздің жасанды интеллектті енгізіп жүрген кейстер да бар екен. Оны біз сол платформада комьюнити қылып, яғни қауымдастық қылып, бүкіл Қазақстан мұғалімдері көре алатындай ары қарай функцияны жасағымыз келіп отыр. Бұл платформаны қазір де қолдану тегін болады, кейін де қолдану тегін болады. Бұл жерде жаңа Шолпан таң атқасында айтқандай мақсат коммерциялық мақсат емес.
біздің бұл жердегі мақсатымыз білім саласында 6 жыл жүрген дарын онлайн компаниясы ретінде ары қарай да мұғалімдердің біліктілігін арттыруға өз үлесімізді қосу. Кездесу барысында ұстазға AI платформасын пайдалану тәртібі түсіндірілді. Мұнда мұғалімдер онлайн тіркеліп, тегін оқу курстарынан өте алады. Платформа сабақ жоспарын құруға, оқу материалдарын дайындауға, бағалау жүйесін реттеуге және талдау жасауға көмектеседі. Сонымен қатар педагогтар онлайн сабақтарды өтіп, жасанды интеллектті оқу процесіне енгізудің нақты алгоритмдерімен танысады. Бұл құрал білім беру ұйымдарына цифрлық трансформацияны жылдам жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылы Қазақстан халқына жолдауында негізінен оқушылардың мектеп жасынан бастап жасанды интеллектіні қолдану дағдыларын қалыптастыру керек деген болатын. Яғни ол жерде қалыптастырған кезде қазірдің өзінде өздеріңіз де білесіздер, оқушылар күнделікті тапсырмаларды кейбір бөліктерін жасанды интеллекттің көмегімен орындап біздерге келуі мүмкін. Сол жағдайда мұғалімдер оларға қалай жұмыс істеу керек екенін түсіндіру мақсатында мұғалімдердің де жасанды интеллект бойынша өздерінде белгілі бір дәрежеде білімдері болу керек екені туралы да айтып өткен болатын. Келесі бізде слайдымыз, ол жерде жасанды интеллектінің өзектілігі. Жаңа айтып өттім, оқушы егер сізге үй жұмысын жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс істеп орындап келетін болса, онда мұғалім оған қалай кері байланыс беру керек, оның оқушының ары қарай білім алуына қалай көмектесу керек деген мақсатта осы курсымызда соның барлығын ескеріп, осындай бір курсымызды, жобамызды жасаған болатынбыз. Келесі бізде мұғалімдердің, енді өздеріңіз де білесіздер, көп уақытының бір бөлігі бұл тек қана оқушыларға білім беруге емес, күнделікті қайталанатын есептік, тағы басқа құжаттық деген сияқты жұмыстарға көп уақыт кетеді. Жасанды интеллект сол жұмыстардың барлығын қысқартып, ары қарай мұғалімдердің көп уақытын білім беруге және өздерінің шығармашылық қабілеттерін арттыруға, ашуға мүмкіндігін береді. Яғни жасанды интеллект бұл мұғалімге қалай көмектеседі дегенде келесі презентацияда бізде көрсетілген. Келесі презентацияға ауыстық. Бұл жерде ең бірінші мұғалімдердің күнделікті қайталанатын рутиналық жұмыстарын азайтуға көмектеседі жасанды интеллект. Екінші бұл оқушыларға жеке әрбір оқушымен жеке жоспар құрып, жеке тапсырмалар беріп, әр оқушының деңгейіне сай сабақтарды ұйымдастыруға көмектеседі. Және үшіншісі бұл мұғалімдерге, педагогтерге жасанды интеллект өздерінің өткен сабақтарына рефлексия жасап, ары қарай өздерін шығармашылық дамытуға мүмкіндіктер береді. Келесі, енді жаңа айтып өттім, біздің жобамыз тек қана бір курстан ғана тұрмайды. Біз мұғалімдерге жасанды интеллектіні қолдануды ғана үйретіп, сонымен тоқтап қалғымыз келмейді. Бұл курстың ерекшелігі ол жерде практика жүзінде сол жасанды интеллектті қолданған мұғалімдер арасында байқау болады. Яғни бірінші кезең бізде жобамыздың онлайн курстық оқу және өзінің жобасын әр педагогке жобасын дайындауға арналады. Яғни сол жерде платформаның ішінде мұғалімдер өздерінің жобаларын конкурсқа ұсынылады. Сол конкурсқа келген жобалардың ішінде ең үздік 400 жобаны біз анықтап алып, Астана қаласында өтетін үлкен педагогикалық хакатон ұйымдастырамыз. Сол хакатонға шақыратын боламыз. Және жобаның 3-ші кезеңінде сол педагогикалық хакатонда үздік нәтиже көрсеткен ең күшті жобаларды, керемет жобаларды жасаған педагогтерімізге Оңтүстік Корея мемлекетіне тегін түрде барып, сол жақтан тәжірибе алмасып, тағылымдамадан өту мүмкіндігін беретін боламыз. Ары қарай. Енді бірінші кезең туралы қысқаша және жылдам айтып өтейін. Ең бірінші кезең бұл онлайн курс болады. Онлайн курс daren.ai деген платформада, яғни Daren.ai платформасының ішінде болады. Өңірде білім беру жүйесін цифрландыру және педагогтардың цифрлық дағдыларын арттыру бағытындағы жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі. Облыс мектептері мен колледждерінде жасанды интеллектіні оқу процесіне енгізу бойынша нақты қадамдар жасалуда. Білім беру ұйымдары заманауи цифрлық платформа мен STEM кабинеттерімен қамтамасыз етіліп, мұғалімдерге арналған арнайы курстар мен біліктілікті арттыру бағдарламалары іске асырылуда. Сонымен қатар жоба ұстаздардың жұмыс көлемін оңтайландырып, оқыту сапасын арттыруға мүмкіндік беретіні және бұл бағыттағы серіктестік өңір үшін маңызды екені айтылды. Бүгінгі жиынымызда әрине қазіргі таңда өзекті болып отырған жасанды интеллектіні жалпы елімізге енгізу туралы тапсырма берілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл жасанды интеллектіні мұғалімнің көмекшісі ретінде пайдалану бұл менің ойымша бұл үлкен серпіліс. Себебі мұғалімнің еңбегін жеңілдетудің және жалпы оқытудың сапасына
арттыруға бір жаңа мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сондықтан бізде енді мынау осы жиынды ұйымдастырып отырған Аманат партиясына үлкен алғыс білдіреміз. Сондай-ақ дарын онлайн деп аталатын оқу орталығымен біз оған дейін де бір тәжірибелеріміз болды. Өздеріңіз білесіздер, мынау ковид кезінде де біз дарын онлайн дедік, онлайн мектеп түрлі платформаларды пайдалануды бастаған болатынбыз. Соның нәтижесін, бірлескен жұмыстың нәтижесін өздеріңіз айтып өттіңіздер. Осыдан бір жыл бұрын Жапония еліне де осы сіздердің орталықтарыңызбен бірқатар біздің білім саласының қызметкерлері барып тәжірибе алмасып келген болатын. Сондықтан біз үшін бұл орталық таныс емес, таныс. Сондықтан бұл бағытта біз жұмыстарды ілгерілете береміз. Бүгін ұстазға AI жаңа бір проектін ұсынып отыр екенсіздер. Бұны біз тағы да мынау педагогтар қауымдастығы жылы қабылдады деп ойлаймын. Енді бұл жерде негізінен қатысып отырған біздің білім беру ұйымдарының басшылары болғандықтан өз ұжымдарымызда енді жаңа болып отқан серпіліс деп отырмыз ғой, жасанды интеллектіні осы өмірге енгізу, балалардың оны пайдалану этикасын үйрету тікелей сіздерге байланысты. Сондықтан бұны тиімді қолдану жақтарын үйрететін осы курсты тереңнен зерттеп отырып, осымен бұл тегін ұсынып отырып қазіргі таңда. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта тиімді жұмыс жасаймыз. Іс-шара соңында облыстық филиал төрағасы жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайтынын, керісінше оның кәсіби мүмкіндіктерін кеңейтетінін, серіктес болатынын атап өтті. Оның айтуынша, ұстаз білім беру жүйесінің жүрегі, ал жаңа технология оның жұмысын жеңілдететін құрал ғана. Партия алдағы уақытта цифрландыру мен AI саласындағы бастамаларды қолдауды жалғастырады. Бұл қадамдар елдің адами капиталы мен интеллектуалдық әлеуетін арттыруға бағытталған. Бізде жүзеге асқалы тұрған ұстазға AI жобасымен арнайы тапсыру келген Шолпан қызына, Айбек Нұрланұлына, Ерлан Әулбекұлына, мынау ұстаздар атынан тұтан өзім атына шынайы алғысымды білдіргім келеді. Аманат партиясының стратегиялық басымдығы бұл мемлекет басшысының бағыт-бағдарын қолдау. Біздің партиямыз әрдайым тізе ұстаған саясаттың қоғамдық тірегі. Сондықтан партия барлық ресурсын осы мемлекет басшысының елімізде жүріп жатқан реформаларын жүзеге асыруды жұмылдырады. Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың 8 қыркүйегінде мемлекет басшысының жолдауында елімізді цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде ерекше міндеттер жүктеген болатын. Осы өз жолдауында мемлекет басшысы еліміздің цифрлық дамуын ілгерілету, мынау жаңағы жасанды интеллектіні кеңінен қолдану, экономиканы арттыру және мемлекеттік басқаруда арттыру, ашықтыққа арттыру бойынша жеке көңіл бөлген болатын. Енді біздің осы жолдауда ең басты мәселенің ішіндегі цифрлық даму ерекше орынға ие болған еді. Оған мынау дәлел біздің Аманат партиясының төрағасы Жахан Қошқаровтың бастамасымен осы біздің дарын AI платформасының өсімдегі жүзеге асып жатқаны. Бұл платформаның мен түсінем бойынша арқылы еліміздің мыңдаған ұстаздары өздерінің мүмкіндіктерін кеңінен қол жеткізеді деген ойдамын. Әрине жасанды интеллект бұл мұғалімді айырбастайтын құрал емес. Жасанды интеллект деген наоборот керісінше түсінгенім бойынша бұл жаңағы мұғалімге бұл уақытын үнемдейтін, оқыту сапасын арттыратын бұл көмекші деп біз түсінеміз. Сондықтан енді бүгінгі кездесуге келіп өздеріңіздің ой-пікірлерін білдіріп жатсыздар. Мен оларды шынайы шын білдіргім келеді. Енді бүгінгі кездесуде мен ойлаймын, жаңа идеялар, жаңа ізденістер бастау алды деп. Сондықтан әрдайым біздің Түркістан киелі өңірі өздеріңіздің қолдауларыңызбен әрдайым алға шепті деген ойдамын. Жиын жасанды интеллектті білім беру жүйесіне тиімді енгізуге арналған маңызды диалог алаңы болды. Кездесуге қатысқан басшылар, сарапшылар және педагогтар тәжірибе алмасып, болашақ қызметте қолдануға арналған нақты ұсыныстар алды. Ұстазға AI жобасы алдағы уақытта мыңдаған мұғалімге жаңа мүмкіндіктер ашпақ. Кездесу жаңа дәуір ұстаздарын дайындауға, білім беру саласының сапасын арттыруға үлес қосатын қадам ретінде бағаланады. Амансыздар, құрметті әріптестер, мен Түркістан қаласы номер 32 жалпы білім беретін мектеп директоры Бабашева Айгүл Абайна. Мен бірінші кезекте дарын ұстаз оқыту курсына біздің оң пікірімді білдіргім келеді. Жаңа Ерлан Әулбекұлы айтып кеткендей, мен Финляндия, Эстония курсына қатысып,
үш кезеңіне қатысып, соңында сол шетелдік сапарда болғанмын. Сол кезде менде мынандай бір ой болған. Ол кездегі осы Дарын ұстазының ұйымдастырған курсы жеткілікті деңгейде ақпараттандырылмаған еді. Сол кезде неге осындай керемет курсты біздің әріптестер жеткілікті деңгейде естімеді деген маған ой келген. Өйткені ол курс өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған, қазіргі таңда педагогқа қажетті дағдыларды меңгертетін арнайы бағдарламалар болған. Сол курстардан өтіп, шетелдік тәжірибені өте жоғары деңгейде ұйымдастыруының арқасында көріп қайтқан болатынбыз. Сондықтан да қазіргі таңдағы ұстазға AI деген жоба да одан да жоғары деңгейде болады деп ойлаймын. Өйткені оны Аманат партиясы қолдап жатыр, және де оқу-ағарту министрлігі осыған жол көрсетіп отыр. Сондықтан да алдағы уақытта оған толықтай біздің әріптестер қатысады деген ойдамын. Енді мендегі бір сұрақ, біз жалпы оқушылардың білімін халықаралық деңгейде PISA зерттеу арқылы, халықаралық зерттеу арқылы көбінше бағалап жатамыз. Осы ұстазға AI платформасында оқыту барысында сол оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған арнайы курс дейміз ба, арнайы бағыт көрсететін кезеңдер болады ма? Бөлімі болады ма? Сұрағыңызға, Айгүл ханым, бізде өткен жылда біздің курсымызға қатысқан керемет нәтижелер көрсеткен. Осы Түркістан облысында да, Түркістан қаласында да керемет мектепте үздік нәтижелер көрсетіп жүрген біздің апайымыз. Рахмет көп сұрағыңызға. Жаңа сұраққа келетін болсақ, функционалдық сауаттылықты дамыту бойынша ол бағытта да негізі тақырыптар бар. Жаңа бөлімдердің, модульдердің ішінде тақырыпша ретінде сабақтар қосылған. Ол сабақтарды да толық көріп шықса, ары қарай соны көргеннен кейін ұстаздарымыз сол жерде алынған ақпараттарды өзінің жұмысында қолданып, оқушылардың функционалдық сауаттылығында дамытуға бағытталған бірнеше пайдалы ақпараттар алатынына сенімдіміз. Және қосымша ретінде Дарын AI деген платформаның ішінде пайдалы материалдар деген тағы да қосымша бөлім бар. Сол бөлімнің ішінде де осы бағытта бірнеше пайдалы ақпараттар, презентациялар барлығы салып жүктеліп қойған. Оның барлығын ұстаздар алып, өзінің сабағында тегін түрде пайдалануына болады. Барлық сондай мүмкіндіктер бар.